өмірдің иесі сен, ғазиз ана, келтірген дүниеге нелер дана. Анасыз батыр да жоқ, ақын да жоқ, өмірдің алтын кілті сонда ғана дегендей. Көктем табиғатымен жымдасқан жылылық, шексіз мейірімділік, дүниеге жаңа келген тіршілік иесіне нұрын шашып, келешекке ақ жол, адал ниет нұсқап, өмір себуші, асқақ құдірет иесі, адам сәулетшісі ол ана. Ал баланың анаға деген махаббаты, оның барынша құрметтеп, сыйлау әрбір баланың парызынан басталады. Анаға жыр арнамаған, ана туралы туын шығармаған жан кем деген. Солардың бірі қазақ балалар әдебиетінің атасы Бердібек Соқпақбаев. Бердібек Соқпақбаев үлкен жазушы болып қалыптасқанына анасының ықпалы өте зор болған деп сеніммен айта аламыз. 8 жасында ақылы әлі толық қалыптаспаған бала күннен айырылып қалса да, анасының болашақ жазушының оқуға деген ынтасын үнемі қолдап отыратынын сағынышпен еске алады. Бердібек шынымен қазақ халқы сүйіп оқитын үлкен жазушыға айналды. Ал оның үлкен адам болып қалыптасуына анасының оқу мен білімге деген ынтасын қолдауы және анаға деген сағыныш, анасының өзіне деген сенім мен үмітін ақтау секілді қасиетті ұғымдар тікелей әсер етті. Анасынан бар жоғы 8 жасында айырылған Бердібектің жеткен азын-аулақ естелікке қарап, анасының мұсылманшылықты, имандылықты өте жоғары қойғанын байқаймыз. Бердібек Соқпақбаевтың ана туралы қалам тербеген шоқтығы биік шығармасы «Ана жүрегі» әңгімесі. Бүгін бізде жас оқырмандар назарына «Ана жүрегі» атты әңгімесін ұсынып баяндамақшымыз. Бұл туынды Екінші дүниежүзілік соғыста баласынан айырылған аналардың прототипі десе де болады. Балқия ана соғыстан оралмаған жалғыз ұлы Мәмбеттің орнына ұл болған Сережа атты орыс баласы туралы әңгіме. Содан бері талай жылдар өтіп кетті. Дүние талай рет түледі, талай рет жасарды. Заман да, адамдар да өзгерді, өркендеді. Балқия ана өмірде болған адам. Кейуана жалғыз ұлын майданнан ұзақ жылдар сарыла күткен. Бұл әңгімені оқу арқылы аяулы ананың соншалықты жанкештілігіне куә боламыз. Салқын күздің сары таңын Балқия ана бүгінде жайсыз ұйқымен атқызды. Көзі ілінсе болғаны тағда соғыс шықпай қойды түсінен. Өте бір шошыма түсті. Балқия таңға жақын көрді. Жалаң аяқ, жалаң бас, көйлекшең қалпы қанды қырғын майдан даласын кезіп, жан ұшырып жүгіріп келеді екен. Іздегені жалғыз ұлы аяулы Мәмбеті. Мәмбет деп Балқия пәрменмен ышқына айғайлайды. О жағы бұ жағынан гүрсілдеп, жарылып жатқан тажалдарды елеп те қоймайды. Мәмбет, кенет бұлттай қаптаған шаң мен түтін қойыртпағының арасынан Балқияның дәл алдынан Мәмбет шыға келді. Өз Мәмбеті аңсаған алтын ұлы. Мылтық ұстаған қолын көкке сермеп, апа деп ол Балқияға қарай құшақ жайып ұмтылды. Сөйткенше болмады. Алып қоңыз тәрізімен қара сұр ірі танк Мәмбеттің арт жағынан сумаң етіп ол да шыға келді. Жылан бауыры қаршылдап өте шықты жосылтып. Мәмбет оған бір тал бұта қырылда болған жоқ. Танктың зіл кеудесіне көміліп қала берді. Міне шығармадағы осы үзінді арқылы ұлының өмірден өткеннен кейінгі тиісті бағасын алуының өзі халық үшін қуаныш болғанмен, ана жүрегі үшін қандай сезім екенін білеміз. Қайткенде де айтқаны айнымай келетін әулие ақынды дүниеге алып келгені ақиқат. Дүниеге келген күннен бастап бесік жырымен тербеген, халықтың ертегі аңыздарын құлағына құйған, батырлар жырын жатқа айтқан, бойында өнері, қолында енесімен темеді бар, иманды ұлағатты аналардан шықты. Адам үшін ең қасиетті тұлға ана. Ана жүрегі мәңгі жаз дегендей ана туралы көп ұлағатты сөздер бар. Міне бұл шығарма арқылы балғын шаққа батыл саяхаттар жасап, таңданып, тамсанып, ақиқаттан алшақтамай, балаға тән қиялдан өмірдің өз болмысын тебірене толғаймыз. Оқысаң еріксіз езу тарттырып, кейде күрсінтіп, терең ойға жетелейді. Лезде кейіпкерлермен етене араласып, олар өзін күнде көріп жүргендей күй кешеміз. Жазып та көрдім мен де өлем, жазып та көрдім қара сөз. Ертеме кешпей мен де өлем, өлмейді тек дана сөз деп
жазушының өзі айтып кеткендей, бала да дана да құмартып оқитын, балалар өмірін шынайы сүйіспеншілікпен бейнелейтін, өміршең өлмес мұра, бірнеше буын өкілдерінен тұратын кішкене оқырмандардың құрметіне бөленген тамаша туындыларын аз ғана уақытта айтып кетуі мүмкін емес. Кітапханамызға келіп баурап алар айшықты шығармаларды оқып байытсыңыздар.